Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін лимон қосылған бәліштің рецептімен сіздермен бөліскім келіп тұр. Ол үшін бізге 300 грамм ұн, оған 200 грамм қант қосамыз, және де кокос ұнтағы 60 грамм, және де 200 грамм сары май қосып, жақсылап араластырамыз. Міне дәл осындай болу керек қамырымыз, яғни бір-бірімен жабыспай ұнтақталып тұруы қажет. Формамызға пергамент қағазын төсеп, үстіне дайын болған қамырымызды әдемілеп жайып шығамыз. Және де 180 градуста ысып тұрған пешке 15 минутқа қойып пісіріп аламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына біз 3 лимонның цедрасын және де соғын дайындап аламыз. Ыдысымызға 300 грамм су қосамыз, оған 4 жұмыртқаның сарысын қосамыз, және де 60 грамм кукуруз крахмалы, 200 грамм қант қосып, жаңа өзіміз дайындаған 3 лимонның цедрасын және соғын қосып, жақсылап араластырамыз. Бая отта қоюланғанша жақсылап араластырамыз, немесе асты жабысып қалуы мүмкін. Дайын болған қоспамызға 60 грамм сары май қосып, майымыз ерігенше тағы да жақсылап араластырамыз. Дайын болған салмамызды қамырымыздың үстіне саламыз. Жақсылап салып, әдемілеп тегістеп, 160 градуста пешке 30 минутқа пісіріп аламыз. Міне осымен біздің лимон қосылған бәлішіміз дайын болды. Дәмі өте керемет, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.